получается, мен Қазақстанда 3,5 жыл опытпен бірінші Нидерландыға көштім, Booking компаниясына. Сол жақта 2 жыл жұмыс істедім, бэкэндер болып. Кейін осы Google-ға келдім. Қазір бұл жақта full stack. Ал қазір Google компаниясында немен айналысасыз? Немен айналысқанда код жазу, адамдармен келісу, сөйлесу, дизайн, архитектура құру. Былайша айтқанда full stack разработчик. Бұл жерде аудитория жалпы программирование жақын адамдар шығар. Дұрыс қой, иә? Онда мен айтқанды түсініп жатқан шығар. Қазір мен YouTube ads-дамын, video ads. Яғни ол сіздердің YouTube-дағы көретін рекламаларыңыз бар ғой. 5 секундтық реклама, 15 секундтық реклама пропустить деп жатыр. Вот сол нәрсе негізі үлкен департамент сонымен айналысады. Ол ең конечный продукт болып саналады. Бірақ оған соның айналасындағы заттар өте көп болғандықтан, соған арнап өте үлкен бір департамент бар. Мен сода жұмыс істеймін. Былайша айтқанда, сіздер көріп жүрген рекламаларыңыз мен істеп жүрген жұмыстың жантайлы бір результаты бар. Иә, біз YouTube-тан видео көрген кезде көптеген рекламалар шығады. Бізге таныс нәрсе ол. Алғаш компанияға келгеніңізде сізді не таңғалдырды? Google компаниясына келгенде? Мені именно Google-ға келген кезде таңғалдырған, ондай қатты таңғалдырмады. Мені бірінші Booking-ге барған кезде таңғалдырды. Себебі мен Қазақстаннан бірінші рет шығуым болды. Маған бірінші көзге түседі, жалпы осындай алпауыт үлкен компанияларда мультинациональный компания, яғни 131 нәрсе ма, 101 нәрсе әртүрлі ұлт өкілдері жұмыс істейді. Ол деген яғни әр ұлттың, әр адамның өзінің діни сенім, нанымдары әртүрлі. И соның барлығын бір-бірін сыйлап, бір-бірін дұрыс жұмыс істеу керек та, чтобы жұмыс жақсы жүру үшін. Сол себепті маған сондай жағы қызық болды. Қалай халықаралық компаниялар бір-бірімен жақсы тіл табысып, өте продуктивный жұмыс істей алады. Одан кейін адамдардың өте ашықтығы көзге қатты түсті. Қандай да бір көмек сұрасаңыз, қандай да бір сұрақпен барсаңыз, қандай бір проблема болса да өте қол ұшын созуға дайын, көмектесуге дайын, жұмыспен де, былай да. Сол нәрселер. Осыларды айтатын шығармын. Білуімізше, Google компаниясына жұмысқа кіру үшін бірнеше сұхбаттан өту қажет. Ол шарт көптеген мамандар үшін қорқынышты көрінеді. Мен де сіздің телеграмыңыздан оқыдым, қандай нәрсе жасау керек. Ал сіз қалай өттіңіз? Мен де сол жұтқа талып өттім. Процессті айтып түсіндіретін болсам, ең бірінші какой-то позицияны көресіз. careers.google.com дегенде бір вакансия тұрады, сол жерде басып подавать етесіз. Подавать еткеннен кейін барып, получается, резюмені жібересіз. Одан кейін сіздің резюмеңізді рекрутерлер қарайды. Егер резюмеңіз қызық болса, онда сізді собеседование шақырады. Ал собеседование бұл жерде 3 этап деп айтсақ болады шығар. Ең бірінші этап сізбен рекрутер сөйлеседі. Мотивацияңыз білгісі келеді, не үшін жалпы Google-да істегіңіз келеді, не үшін бұндай қадамдарға барып жатырсыз, сіздің опытыңызды түсінгісі келеді, сіздің тағы да ағылшын деңгейіңіз қандай екенін сөйлесе аласыз ба, соның бәрін тексереді. Ол енді қарапайым былай дискуссия барысында болады. Сондай әңгімеден кейін рекрутер шешім қабылдайды, келесі этапқа жібереміз ба деген. Келесі этапқа жіберген кезде уже видео интервью болады, яғни видеомен осылай Zoom сияқты платформада, Google Meet, Hangouts деген. Сол жерде Google-дың жұмыс істеп жатқан программист инженермен one-on-one бірге бір сұхбаттасасыз. Ол сізден әртүрлі сұрақтар сұрайды, бірақ көбіне есеп береді программированиеге қатысты. Сол есепті сіз сол жерде отырып кодын жазып беру керек, сіз шығарып, шешім тауып, кодын жазып, артынан оны дебаг жасап, қатесіз қылып, тоқтай беру керексіз. Одан кейін егер
сол инженердің көңілінен шықсаңыз, сізді жұмысқа келесі алуға лайық келесі этапқа өтсеңіз десе, онда сізді келесі этапта сол уже компанияның офисына собеседование шақырады. Бұл жағдайда сіз мысалы Қазақстаннан подавать етсеңіз, сізді мысалы Цюрихқа тапсырсаңыз, Швейцарияға, сізді осы Цюрихқа бәрін өздері төлеп, сіз собеседование шақырады. Визаңызды ашып береді, там туда баратын билеттеріңізді, гостиница, тамақ барлығын төлеп береді. Сіз барасыз, тек собеседование өтесіз, сонымен қайтасыз. Ал енді үшінші этап собеседование бұл сол барғаннан кейін, сол он-сайт деп айтылады. Ол он-сайттың өзінің 5 собеседованиеден тұрады. Яғни 5 әртүрлі инженермен, оның 4-еуінде есеп шығарасыз, программирование болады, ал біреуінде архитектура, систем дизайн, құрастыру деген нәрсе. Сол, егер соның бәрін сүрінбей өтсеңіз, одан кейінгі тағы да этап бар, этаптар бітпейді. Одан кейін уже сіздің профайлыңыз ары қарай комитетке кетеді. Сізді жұмысқа аламыз ба, алмаймыз ба деген независимый бір комитет болады, солар шешеді. Егер жұмысқа алатын болып шешсе, сізге оффер, предложение құрастырады. Ішінде айлығыңызды, қанша акция береміз, қанша бонус, қанша жұмысқа кірген үшін қанша ақша береміз деген сияқты сондай келіссөз жүреді уже кандидат пен компанияның арасында. Одан кейін барып, соны қабылдап, ол да сәтті өтсе, онда сіз ары қарай жұмысқа барасыз уже. Қысқаша осылай. Сұхбаттан сүрінбей өту үшін қандай дайындық қажет, кітаптар немесе сайт сілтемесімен бөлісе аласыз ба? Именно есеп шығаруға LeetCode деген платформа бар. Қазір чатқа жазылған. Мен сіздің IT университетінде оқыған кезде спортивный программированиемен айналысқаныңызды білемін. Соның барлығының көмегі бар ғой, осыған? Мен спортивный программированиемен негізі айналыспаған. Мен туған інім сол спортивный программирование айналысқан. Ал мен оны поддержка беріп, қасына жүретін, ол жарыстарға барса, сол жарыстарға барып, балет етіп, сөйтіп жүретін. Ал мен өзім жалпы есеп шығарып, олай дайындықты Microsoft'тан бірінші курсын бітіргеннен кейін бастаған. Сіз өзіңіздің парақшаңызда программист болуға 7 себеп туралы жазыпсыз, сол туралы айтып кетсеңіз. Соны өзім де оқыдым негізі. Шынымен де көбісі маған келеді, бір компьютермен ақша табуға болады деген. Соны қазіргі кезде студенттер дұрыс түсінбейді басында. Негізі Стив Джобс айтады ғой, ең алдымен код жасайсыз, сосын код сізге ақша жасайды дейді. Соның мағынасын біздің студенттер әлі де дұрыс түсінбей жатыр. Сол бір компьютермен де табысқа жетуге болатындығын, сол сіздің 7 себеп деген неңізден оқыдым, публикацияңыздан. Сол туралы айтып кетсеңіз. Мен өз ойым, мысалы, программирование деген бүткіл мамандықтардың ішінде ең бір уникальный мамандық сияқты көрінеді, өйткені сізге тек компьютер болса болды, компьютермен қалаған ойыңыздағы фантазияңыз жеткен қалаған программаны жазасыз, кейін сол программа сізге ақша әкелуі мүмкін да. Мүмкін точно әкелетінде, әкелмейтінде оған уже басқа адамдардың скиллдары керек. Сол жағынан мен программирование саласын жалпы өздігіне осындай уникальный салада қараймын да. Және былайша айтқанда компьютерде керек емес болады. Негізі капитал бұл жерде адамның білімі. Мысалы, Google-ға келсеңіз, сіз компьютерсіз келсеңіз болады. Менде мысалы компьютер болмады шетелге кеткен кезде. Компания өзі компьютер бәрін өздері предоставлять етеді. Сондықтан ол жағынан да сізге компьютерде керек емес, получается ақша табу үшін. Компания өзі береді. Ал программист болуға 7 себеп деген, мен қазір сол постымды пункттарды қарап қалып өтпесіндер. Мен біраз ойланып түйіндеп жазған болатынмын. Бірінші сол табысы жақсы. Мен негізі көп қатты білмеймін, басқа саланың мамандары қанша алатын. Бірақ менің ойымша олар именно программистерден қарағанда әлде қайда төмен алады деп ойлаймын. Мүмкін 2 есе, 3 есе.
Мысалы былай салыстырмалы түрде айтатын болсақ, программист бір 7 жыл опыты бар, 6-7 жыл опыты бар программист, сеньор разработчик, ол мысалы бір 700 мыңға алатын шығар деп ойлаймын да мен. Или бір таныстарым солай примерно алады да мысалы. Онымен салыстырғанда басқа мамандар 7 жылдың ішінде қандай айлыққа жете алады деген сияқты оймен жететін болса, сол себептен табысы өте жақсы деп айта аламын. Даже университет енді бітіргеннің өзінде, ол білімі әжептәуір болса, олар уже какой-то бір Қазақстанда бастаған өзінде бір 150-200 мыңнан бастайды. И ары қарай 1 жыл, 2 жылдың ішінде кәдімгі еселеп көбейе береді. Айлығы там 200 мыңнан бастап 300 мың, 350, 400, 450, 500 ары қарай өте оңай көтеріледі. Себебі қазір нарықта именно программист мамандығы өте тапшы. Барлық компанияға, барлық жерге программист керек. Headhunter.hh.kz кіріп, там программист, там разработчик деп жазып көрсеңіздер, программисттен көп вакансия жоқ сияқты. Позиция көп, бірақ оның бәріне жұмысқа барып жұмыс істейтін адам өте аз. Сол себепті табысы жақсы. Сол жоғары сұраныс, бағана айтқаным ішіне кіреді. Кейін ең күшті жері ешқандай таныссыз жұмысқа тұру. Яғни көке, жәке, мәке, сәке керек емес. Қазақстанда ондай көп, өзімізден Қазақстанда туып өскен достарыңды айтасың, қалай жұмыс істеп жүрсің, жоқ осы бір көкем айтып қойғаннан соң күтіп жатырмын деп жарты жылдап, 1 жылдап күтіп жата береді, сол бір жұмыс шыққан бір жерден. Ал бұл жерде программист болсаңыз, сізге ондай сәке мәке ешқандай таныс керек жоқ, тек басыңыздағы біліміңіз, сол біліммен сізді жұмысқа алады. Сіз даже таныспен ағаның өзінде сіздің біліміңіз болмаса, сіз өте жұмыс істей алмайсыз да. Сіз тек біліміңіз болу керек. Кейін келесі ол көп жұмыс орындарында өте строгий график. Басқа мамандықтарда көбінесе таңғы 8-ден кешкі 6-ға дейін, 9-дан 6-ға дейін отыру керексің. Ровно 1-ден ровно 2-ге дейін обед деген сияқты. Ал программистерде көбінесе компаниялардың бәрі сәл бұндай критериялардың бәрі босаңсытып болған. Яғни қалаған уақытыңызда келесіз, примерно қалаған уақытыңызда кетесіз. Ол дегеніміз лағып бітпейді, бірақ күнделікті сол 8 сағатын жұмыс істеп кетеді. Сол себептен еркін график, мысалы мен Booking'да жұмыс істедім, сондай болды. Google'да қазір бізде де мысалы сізді артыңыздан ешкім аңдымайды. Сіз жұмыс орындасыз ба, жұмысын істеп жатыр ма, істеп жатқан жоқ па, главное сіздің өзіңіз проектіңіз бар, соны істесеңіз болды. Келесі бір плюстың бірі ол қашықтан жұмыс істеу возможность. Именно именно программист мамандығы тек компьютермен удаленно любой жерге подключаться жұмыс істеуге болады. Мысалы Қазақстан компаниясы жұмыс істесеңіз болады, или шетелдің бір компаниясы жұмыс істеуге болады. Мысалы таныстарым бар, Топтал деген компания бар, сервис, именно платформа, солай дистанционды жұмыс істеуге адамдарды екі жақтан табады. Мысалы мына жақта бір жақта компания болса, екінші жақтан программист, екеуін бір-бірімен байланыстырып солай табады. Сіз получается Қазақстанда жүріп, шетелдің айлығын алып жүре бересіз. Сол жағынан жақсы. И мен ойымша келесі пункт ол миллионер болып кету вероятності көбірек болып тұрған сияқты бұл жерде. Мен программист бум болатын мықты бір керемет бір программа ойлап тауып, оны ары қарай жақсы мықты продвигать етсеңіз, онда миллионер, миллиардер болып кетуіңіз мүмкін. Мысалы, Facebook'ың өзін алатын болсаңыз, оны студент кезде бастаған бір студент, ал қазір миллиард компания. Осы менің пункттарым. Ал компаниядағы, Google компаниясында қызметкерлердің жұмысы қалай бағаланады? Сіз L4 деген дәрежеге болдыңыз, ол қандай мағынаны білдіреді? Жалпы Google'да дәрежелер 1-ден 11-ші дәрежеге бөлінеді. L1, L2 деген ол интерншіп өтіп жүрген, стажировка өтіп жүргендер сондалар. Ал L3-ке университетті енді бітіріп, тәжірибесі 5 жыл, 7 жылға дейінгі созылған адамдарды сол L3 деген позиция алады. Одан кейін L4 деген позиция бар. Одан L3-тен кейінгі. Ол L4 дегеніміз, яғни сіз Google бойынша өте средний, өте мықты инженер болып саналасыз Google меркісі бойынша.
яғни сізге кез келген тапсырма берсе, сіз оны алып шыға аласыз деген сөз. Сізге жақсы сондай сенім бар деген сөз. Кейін L5 деген бар, ол сеньор уже сіз тек қана өзіңіз тапсырмаңыз істемей, тек сіз қасыңыздағы адамдарды да көмектесіп, итермелей аласыз деген сөз. Кейін L6 деген бар, сіз уже өрде менеджер, сіз бір команда 2-3 одан да көп командаларды управлять етіп, проекттерді управлять етіп, сөйтіп жүресіз. И сөйтіп левел өскен сайын ары қарай обязанностьтар да көбейе береді солай. Сонда қызметкердің жеке өсуі қалай ұйымдастырылады? Қызметкер жеке бірінші командаға келген кезде сол проект таңдайсыз. Обычно проекттер көп болады, соны ұнағанын таңдап, соны істейсіз. Соны істеу барысында сіз әрине дамисыз, әртүрлі адамдармен сөйлесесіз, жаңа язык программирования болса, соны үйренесіз, там внутренний правилалар болса, соларды үйренесіз, солай опыт жинайсыз, дизайн құрастырасыз, архитектурада құрастырасыз, соны бәрін істейсіз, сол опыт жинайсыз. Ал былай жұмысшының тәжірибе жинауына жалпы негізі өте үлкен үлес қосады, себебі почти барлық платформаларда, Coursera, Udemy деген сияқтылардың барлығында кез келген білім алғыңыз келсе, курстардың бәрі тегін қылып қойған. Және өзіңізге жеке бір нәрсемен жұмысыңызға қатысы жоқ бір дамитын нәрсе, сондай бір курс өткіңіз келсе, оны да бағасын 3-тен 2 бөлігін сізге өтеп береді. Жалпы Google-да инженердің, жұмысшының бақытты болғанын қалайды. Қалай болса да, қандай өзіне ұнаған проектін істеген қалайды, жалпы денінде сау жүрген қалайды, жұмыстан кейін қалып өліп жұмыс істеген ондай керек емес. Ол жағын mental health деп айтады. Ол жағын да қарап жүреді. Жалпы жұмысшының барынша жағдайын жасауға тырысады. Мен көптеген басылымдардан оқимын, жаңағы Google компаниясының, яғни жылдан жетістікке жетуі осы жаңағы қызметкерлерге шығармашылықпен айналысуға рұқсат бергендіктен дейді. Бұл тәсіл қазір де қолдана ма? Бұл жер шығармашылық деген не екен, сол қызық отырды ма? Өзі жеке бөлек, яғни шығармашылық жұмыс, яғни басқа да направление дамуға деген сияқты. Солай жазыпты неде, мақалаларда. Ол не туралы шығар. Сіз мысалы бір команда жұмыс істеп жатсаңыз, 100% уақытыңыз бар, 40 сағат. Соны сіз 20% деген бір не бар, тәсіл бар. Яғни сіз 80%-іңіз өзіңіздің негізгі жұмысыңызды жұмсайсыз, 20%-ін өзіңіздің қалаған бір қызығып жүрген бір нәрсеңізбен айналыссаң болады. Ол да официальный түрде жүреді. Мысалы, мен қазір software инженермін, full stackермін. 20% уақытында мен machine learning, artificial intelligence оқығым келеді деп менеджеріме айтып, сондай бір проект тауып, сондаймен айналыссам болады. Соны айтқанда ойлаймын мен. Ал бұндай нәрсе көп компанияларда, почти ешқандай компанияда жоқ та бұндай. Көбісі 100% бір команданың жұмысына толығымен берілсін деген сондай требование да көбісінде. Жас мамандарды жұмысқа бейімдеу тәсілі қандай? Мысалға, келдіңіз, жас маман жұмыс жасай ма, или ол дәрежесіне сай жұмыстар бере ме? Әрине, дәрежесіне сай жұмыстар береді. Бірінші, жас маман болса, сіз собеседование кезінде сіз оны определять етіп, 3-ші левелге қояды, скорее всего. Ал 3-ші левелдегі адамға оған көбірек көмектеседі. Сіз проект барысында сізге көбірек подсказкалар айтады, көбірек шешім қабылдауға, сіздің орныңызда шешім қабылдап береді даже кейде. Сіз көбінесе кішкентай бір модульдарды реализовать етесіз. Сондайда, ал егер дәрежеңіз сізге промоушн беретін кезде, уже келесі дәрежеге өтетін кезде, сіз уже L3 емес, уже L4 сияқты жұмыс істеп жүрген болуыңыз керек та. Яғни бір проекттің өзіңіз істеп, полностью адамдармен сөйлесіп, тындырып жүрсеңіз,
компания қарайды да, мына инженер уже өзінің дәрежесіне жоғары жұмыс істеп жүрген дейді, давай бұған промоушн берейік деген сияқты болады. Құрметті студенттер, сұрақтарыңыз бар ма? Аман мырза, саламатсыз ба? Мен енді осы бағдарламамен қамтамасыздандыру бөлімінің бөлім меңгерушісімін. Сізбен жүздесіп, бізбен жүздесіп уақыт бөліп отырғаныңызға рахмет. Өте қуаныштымыз. Енді сізге қазір сіздің алдыңызда осы программист мамандығының студенттері большинство қатысып отырған, және сол студенттерге сабақ беретін арнайы пән оқытушылар қатысып отыр сізге. Енді мұғалімдерге қандай бағыт-бағдар бересіз, енді студенттерге қандай жағынан бағыт берсе деп ақыл кеңес бересіз. Студенттерді мамандығына сүйіспеншілігін ояту мақсатында өзіңіз бір мотивация берсеңіз, неден бастау керек студенттер, неге көңіл бөлу керек? Сол енді өзіңіздің Микрофоныңыз қош жүресіз, Гүлнұр Анарбекова. Естіліп тұрмын ба? Аман мырза, енді бағанағы сөйлеген, менің басынан сөйлеген естілді ма? Естілді. Енді Аман мырза, енді сіз мұғалімдерге, студенттерге қай жағынан қарауымыз керек? Студенттерге неден бастау керек, неге көңіл бөлу керек? Мотивация ретінде бағыт-бағдар берсеңіз. Біздің мұғалімдерде жас мамандар, сол жас маман мұғалімдер студенттерді қалай қызықтыру керек? Студенттер өзінің таңдаған мамандықтарына енді қызығушылық ояту мақсатында енді өзіңіз бағыт-бағдар берсеңіз, мотивация берсеңіз. Мысалы, сіз қазір жасыңыз қаншада, қанша айлық алып жатырсыз? Қазіргі жастарға сол интересно ғой. Мысалы, сіздер мына тілді білсеңіздер, сіз осындай суммада ақша таба аласыздар деген сияқты ой ғой енді. Қазіргі студенттер енді 9-шы класстан кейін келгендер ғой біздің колледжға. 10 мен 11-дің программасын оқып жатыр. Әлі мамандықтар туралы толық ақпарат бірі білсе, бірі білмейді. Сол енді сіз деген Google компаниясында жұмыс жасап жатқаннан бізге бір керемет, жақсы мүмкіншілік болып тұр. Студенттеріміздің мамандығына деген сүйіспеншілігін оятуын. Енді өзіңізден жақсы бағыт-бағдар беріп, лайфхак дейді ғой, сол жағымен бөліссеңіз. Микрофоныңыз қош жүресіз бе, Аман мырза? Сіз мені қатты көтеріп жүрген сияқты, сіз мұғалімдерге, студенттеріне бәріне мотивация беріп, олай вдохновить етіп жүретін, мен ондай қатты оратор емеспін. Мен жай ғана Google-да инженермін. Бірақ бөлісетін типстарым бар шығар, мүмкін. Университет кезінде маған мысалы жетпеген нәрселерді айта аламын. Оқу барысында бізге үйрететін, әртүрлі тілдер үйрететін, әртүрлі нәрсе үйрететін, бірақ біз ешқашан конечный продукт жасамайтынбыз. Соны минусты ойлаймын. Яғни, мысалы, мобильный разработка деген сабақ болса, мобильный разработкадан бір семестр оқыды ма, бір семестрде басынан аяғына дейін хотя бы простой бір приложение болсын, Play Market, Apple Store-ға обязательно шығару керек. Сондай требование болса, от А до Я да, ол өте үлкен тәжірибе болады әрбір студентке соны істеген. Осылай айтатыным, егер сайт жасап жатса, онда басынан бастап соңына дейін бітірген дұрыс та. Сондай болса, ал көбінесе бізде бір оқыған кезде қалай болады, бір кусоктарын оқытатын бізге. Ал енді регистрация страничканы жасаймыз дейді, соны жасайсың. Кейін мынандай жасаймыз дейді. Оның бәрі келсе, оның бәрі білім. Бірақ сондадан бір какой-то конечный продукт шығып отқан жақсы деп ойлаймын, әрбір сабақтан. Кейін студенттерге мотивация, сізбен келсем, ең үлкен мотивация ол ақша. Секрет емес, бірақ мен өкінішке орай өзім бөлісе алмаймын. Бірақ өте қатты қызыққан адам болса, Google-ға іздеп
көрсеңіздер болады. Google'да Google'ның разработчик қаншалықты деп іздесеңіз барлығы жазылып тұр. Қазақстанның меркісімен өте көп деп айта аламын. Жалпы Google-ға жұмысқа тұрғаннан кейін даже L3 болып ең бірінші позициядан бастаған өзінде ақшаны уайымдамауға спокойно болады. Ақша бірінші план емес, уже ақша екінші, үшінші, төртінші планға кетіп қалады. Соны ескеріңіздер, ол яғни деген әжептәуір көп табады деген сөз. Кейін программированияға шабыт ашу жағын, ол жағын білмейді. Мен осы туралы кішігірім бір пост жазған едім, Инстаграмда алдым. Бір мотивация versus дисциплина деген. Мен ойымша бұл жерде қазір мен сіздерге мотивация беріп, студенттер мотивация беріп, жел үріп жібергенмен ол жел шығып кетеді да бір 2-3 күннен кейін. Сондықтан какой-то бір дисциплина керек деп ойлаймын. Іштегі қатты бір стержень. Сол дисциплинаның арқасында, табандылықтың арқасында жетуге болады деп ойлаймын. Ондай өзіңіз қалаған мақсатыңызға. Бұл жолы мен айтпаймын, мысалы Google ол ең күшті арман деп. Ол просто менің таңдаған жолым болды. Мен сол себептен соған тоқтамай барғым келді, сол направление жүргім келді. Сол себептен мен магистратура бірінші курс бітіріп жатқан кезде мен шешім қабылдадым, мен шетелге кеткім келеді. Менің жалпы сезгенім, мен Қазақстанда менің потенциалым толығымен ашылмай жатқан сияқты болды. Сол үшін мен интернеттен қарадым, іздедім, қалай не істеу керек, собеседование не сұрайды деген сияқты. Сөйтсем есептер сұрайды деген, архитектура, систем дизайн сұрайды, ағылшын білу керек деген сияқты. Соның бәрін қарадым да, мен асықпай систематично дайындығымды бастадым. Ол дегеніміз, яғни күніге бірде бір күн қалдырмай, почти күніге кем дегенде 1 сағат есепке арнайтын, есеп шығаратын, күніге қалдырмай. Сол табандылық деп ойлаймын, бұл жерде ең маңызды. Қайтпай табандылық арқасында есеп шығара берсеңіз, міндетті түрде сізге уже жемісін бере бастайды. Мен есімде бірінші жалпы шетелге дайындығымды бастағаннан кейін, 1 жылдан кейін маған уже шетелге жұмысқа ұсыныстар түсе бастады. ИПАМ-ға түсті, Люксофт, Белоруссия, Польша, Праганың For Finance IT деген бір финансовый организацияға офер түсті. Мысалы, жалпы адам сол направлениеға жылжыса, ол міндетті түрде жемісін береді деп ойлаймын. Еңбек ол ешқашан зая қалмайды. Сол мен Қазақстанда жүріп, получается, 3 жыл дайындықтан кейін Booking-ға жұмысқа тұрдым. Кейін Booking-да 2 жыл істеп, кейін Google-ға жұмысқа тұрдым да. Ал негізінен мен соңғы мақсатым, өзім арманым ішіндегі мақсатым Google-ға жұмысқа тұру болатын. Ал менің бірінші дайындық бастаған күннен бастап Google-ға бірінші жұмыс бастаған күннің арасы 5 жыл кетті да менде. 5 жыл күндердің бәрін бөлсеңіз, бір 95%, 98% жағдайында мен күніге есеп шығарып дайындалғанмын да. Оның бәрі сырттан көрінуі мүмкін, бүйтіп жұмысқа келіп тұрып біткен сияқты болып, бір история успеха сияқты болуы мүмкін, бірақ оның артында өте көп еңбек жатыр да. Сол үшін сіздерді қайтпауға шақырамын. Кейін жалпы Booking-та мынандай нәрсе бар, fail fast, learn fast дейді. Яғни тез қателескен ол нормальный нәрсе. Сіз жұмысқа табыстарып, жұмысқа собеседование өте алмай қалсаңыз, ол да нормальный нәрсе да. Қателесесіз, үйренесіз, орныңыздан тұрасыз, қайтадан тапсырасыз да. Мен сондай примерімді ойлаймын. Өйткені мен Booking-ға тапсырған кезде, мен бірінші тапсырған кезде өте алмай қалғанмын, екінші тапсырған кезде жұмысқа тұрдым. Сөйтіп Booking-та істеп жүріп, Google-ға тапсырдым, біріншісінде өте алмай қалдым, екінші рет тапсырдым, жұмысқа тұрдым да. Сол себептен ешкімге қайтпау, сондай мотивация шығар. Бере алдым ба мотивация, білмеймін мен. Сол барлығы қазір программирование үйренетін болсақ, басында жақсы болды, аяғы код қиындалған кезде, мынау менікі емес деген сияқты өздерінде ойлар қалыптасады, соған байланысты. Осындай сіздің жетістігіңізді көріп, сізді кездесуге шақырдық. Студенттер, тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Қайырлы күн. Қайырлы күн, Аман және осындағы әріптестер. Мен арнайы пән оқытушысы
Гүлнара Нұрмаханқызы. Осында біздің бітіруші түлектердің көптеп отырғаны қуандырады. Әсіресе жұмысқа тұру мақсатында сізге өзінің сұрақтарын бізде мына чатқа жазып отыр екен. Байқап отырсам, жаңағы Google-дың разработчиктерінің айлығында санап кетіпті, қарап отырсам. Енді сізге мынадай сұрақ, Аман. Жалпы осы Қазақстаннан алған университеттен болмаса өзіңіздің оқыған орныңыздан алған білім жеткілікті болды ма, жоқ әлде өзіңіз тағы да басқа источниктерден қарап біліміңізді үнемі жетілдіріп отырдыңыз ба? Жалпы бір күнде қанша уақыт жұмыс жасадыңыз? Өзіңіз айтып жатырсыз ғой, табанды оқу керек, қайтпау керек деп. Сол жөнінде біздің студенттерге айта кетсеңіз. Өйткені қазір жаңа Жансая Бақытбекқызы айтпақшы, бірден бұл менікі емес дейді де, орта жолдан тастап кететін байқап жүрміз ондай мамандарды. Сондықтан менің сізге сұрағым осындай. Өзіңіз қанша уақыт дайындалдыңыз? Студент кезде мен қанша уақыт дайындалдым? Мен үй жұмысын бәрін қалдырмай істейтін, біріншіден. Қандай тапсырма берсін, бермесін. Бізде өте қиын бір тапсырмалар болатын даже. Сол кезде есімде, целый потокта 80-100-ге жақын адам болса, соның ішінде бір-екі адам істесе, соның біреуі мен болатын. Оның ешқандай секреті де жоқ, мен просто алдын ерте бастап, соны істеп, мұғалімдердің артынан қуып сұрай беретін. Бірақ соңында ол проект берген тапсырма соңына дейін бітпей қалатын, кейде жартысына дейін баратын, бірақ мұғалімдердің артынан қуа берген екен, бағанықты нормально қоятын. Көреді, талпынысы бар, басқасы бар. Сондай да факторлар болды. Кейін сұрақты есіме шығып қалды мен, пока айтам дегенше. Сұрақ сізге осы алған университетте, жоғары оқу орнында алған білімнен бөлек қандай бір дерек көздерден, источниктардан өзіңізді дайындадыңыз осы компанияға? Жалпы бұл компанияға тұру үшін бағана жібердім мен 3 сайт, сол 3 сайттан шықпайтын көбінесе. Сол жерде есептер архиві өте көп. Мен жалпы бір 2,5-ға жақын есеп шығарғаншам, сол барлық платформаларды қоссақ общем. Жалпы сол жерден ізденетін, бірақ ол собеседование дайындық деген ол өте специфический нәрселер, тек есеп шығаруға бағытталған, тек бір какой-то бір собеседование өтуге керек навыктарды ғана дайындауға арналған платформаларда. Ал былай жақсы мықты инженер болам десеңіз, онда сізге, скорее всего, проекттермен айналысу керек, сондай да. Сондай кеңес беретін мен. Ал күніне қанша уақыт жұмсадыңыз дегенде, получается мен университетте оқыдым, сабақтан келетін, тамақ ішіп алып, сразу үй жұмысына кірісетін. Сабақтарды оқып отырып, ұйықтап қалған кездерде көп болған, лаптоптың алдында есімде ондай кездер. Кейін, получается, бір күн тек оқу кезінде тек оқитын. Кейін бакалаврды бітіріп, Казкомға жұмысқа тұрғаннан кейін таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін жұмыста да программист жұмыс болғаннан кейін ол сізге плюс болып есептеледі. Яғни сіз жұмыста дамып жатырсыз. Одан кейін кешке келіп, жұмыстан кейін мен сонда дайындалатын, есеп шығаратын бағана, күні минимум 1 сағат дейтін. Әр кезде әрқалы болатын, бір күн 3 сағат, бір күн 4 сағат, бір күн жарты сағат, бір күн 1 сағат. Бірақ в среднем алсам 1 сағаттан көп болатын жалпы. Ал бағана сіздің айтқаныңыз, жат жолдан тастап бітеді дегендер, ондай болды, ондай кез келген адамда болады, тек сізде ғана да ойламаңыз. Мен даже қазір Google-да жұмыс істеп отырып, кейде кейбір проблемалар болады, кодқа қатысты, программирование қатысты, мен де тастап кетіп қалғым келеді. Ол өте нормальный нәрсе, өйткені именно программист деген мамандықтың уникальності сол да, сізге берілетін тапсырма, сіз істеу керек проекттер всегда уникальный болады да, сіз бір жазған кодты екінші рет тура сондай кодты ешқашан жазбайсыз да. Ол деген сіздің миыңыз всегда тонуста тұрады, сіз всегда күніге новый нәрсе оқып, новый нәрсе ізденіп жүру керек боласыз. Сол себептен әрине ол минус жағы, ол күніге іздену керек, ол миға сәл нагрузка шығар, бірақ өзінің бір кайфы бар ғой. Сол себептен ондай тастап кету сезім ол любой этапта болады, Google-лерде болады, даже өте жоғары левелда жұмыс істеп жүрген Google-лерде де болады, және ол студенттерде де болады, ол менде де болған. Мен есімде университетте оқып жүрген кезде бірінші курста
программирование енді бастаған кезде там циклдарға келген кезде 3 күн ба 4 күн ба түсінбей жүрген, бір есеп шығара алмайды. Просто қадалып там азынан кешкенде қарай бердім. Сөйтіп әйтеуір бір күні дегенде әйтеуір басыма жетті, түсіндім, сөйтіп ары қарай жылжып кеттім. Рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Құрметті студенттер, сұрақтарыңыз бар ма? Студенттер, бірінші курс студенттер қатысып отыр бізде. Сұрақ қойып отырыңыздар. Сіз қандай тілдерді көбінесе қолданасыз? Қайда, Google'да ма или қай жақта? Әр компанияда әртүрлі тілді қолдандым, то есть. Google'да ше. Мысалы, Google'да, мен басынан айтып кетейін, қандай тілде жұмыс істеген. Казкомда жұмыс істеп жүрген кезде, басында жарты жылдай PL, SQL процедурный езік болды. Сонымен жұмыс істедім, базадағы. Одан кейін 1,5 жыл Java программист болдым, full stacker. Одан кейін басқа компанияға ауыстым. Ол жерде де Java разработчик болдым. Получается, мен Java-дан уже 3,5 жыл опытым болды. Кейін мен Booking.com-ға жұмысқа тұрдым. Ол жерде Perl разработчик болдым. Perl программист болып 2 жыл жұмыс істедім. Кейін Google-ға келдім. Google-ға келгеннен кейін мен бұл жерде қазір full stack сияқты жұмыс істеймін. Java плюс Dart. Dart деген фронтенд тіл. Ал былайша айтқанда тіл жалпы ондай қатты маңызды емес. Көп адам тілге өте қатты үлкен акцент қояды. Мен ойымша тіл таңдаған кезде просто бір тіл таңдау керек. Python, Java, или басқа бір тіл таңдау керек. Бірақ желательно популярный болған дұрыс, чтобы там трендті нарықта трендті жүретіндей. Кейін сол тілді жетік меңгерген жақсы. Бір тілді жетік меңгерсеңіз, екінші тілге өтіп ауысу өте оңайды. Сол себепті мысалы Google-да жұмысқа алатын кезде бұл жаққа қарамайсыз, қай тілде жазасыз деген сияқты. Сізге есеп береді, какой-то бір тіл таңдау керексіз, сол тілде соны жазып беруіңіз керек та. Мысалы мен Java-да жазып бердім есептерді, ал бірақ маған команда таңдаған кезде ондай сұрақта туған жоқ та бұларда. Javist ба, C++ ба, там Python ба, Go ма деп ондай сұрақ туған жоқ. Олар просто Google идеологиясы біз нормальный инженер алсақ, бастайтын инженер алсақ, ол любой тілді меңгеріп кетеді дейді да. Сондай подход та. Жалпы тілдердің барлығы бір-біріне өте ұқсас келеді. Солай келеді. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Ойларыңызда жүрген сұрақтарыңыз болса, қазір қойып алсаңыздар болады. Балалар сұрақтарыңызды қойып, қойсам болады ма? қатысып отырыңыздар. Ағай, осы middle, junior, сосын senior разработчик арасындағы айырмашылық айтып бересіз бе? Айырмашылық. Junior деген былайша бөлігі болады, негізі junior деген 2 жыл, 3 жылға дейін, 0-ден 3 жылға дейін опыты бар junior деуге болатын шығар. Ол дегеніміз, яғни juniorға әлі ондай опыты жоқ. Кейбір проект бастаса, оны дұрыс қалай істеу керегіні ондай қатты білмейді. Бірақ проектін істей алады әрине, бірақ айбақ-сайбақ қылып істеуге де болады. Оны четко әдемі қылып істеуге болады да. Сондай тәжірибесі аздауларды junior дейді. Кейін біраз тәжірибе жинағаннан кейін, уже қандай проект қалай істеуге болатын деген сияқты түсінік қалыптасқаннан кейін уже middle боласыз. Мен ойымша middle деген ол 2-5 жыл опыты бар адамдар middle болатын шығар, мен ойымша. Сонша уақыт тәжірибесі болып жүріп, нормально жұмыс істеп жүріп, middle болды. Middle деген сөз, яғни ол проектінде нормально істейді. Орташа да, орта жақсы, орта мықты программист деген сөз. Кейін senior деген, одан кейін. Senior деген 5-7 жылдан ары қарай жоғарыға кете береді. Сондай тәжірибесі бар адам. Ол деген уже опыты өте көп. Проект басталмай жатып, проекттің қай жерінде қандай косяктар болуы мүмкін, қандай проблемалар болуы мүмкін, соның бәрін ескеріп, алдын ала уже примерно догадываться етіп отырған адам деп ойлаймын. Солай берілетін шығар. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма?
Сылмай сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Жалпы программист болған кезде ең үлкен қадамның бірі ұялмау сұрақ қоя білу. Мен ешқашан ұялған емеспін. Қазақстанда да, Booking'да да, Google'да да барып сұрақтарымды сұрай беретінмін. Әрине бірінші Google'дан іздеп алатынмын өзім. Google'дан еш жерін таппасам, онда барып сұрақтардың бәрін сұрайтын. Ал сіздерде мүмкіндік болып тұрса, сұраңыздар. Мен жауап беремін сұрақтарыңызға. Google'да ең бірінші жұмыс қандай жасадыңыз? Жұмысты қалай бөлді? Проект па или? Ең бірінші проект. Так, мен істеп жатқан командада проекттер өте көп негізі. Так, айтсам, бұл қазір сіздерге онша қызық емес болуы мүмкін деп ойлаймын негізі. Сол себептен поверхностно айта салайын. Жалпы контекст рекламаның ішінде контекстный реклама деген сияқты бар. Жалпы сол бағыттағы проект, менде сол ең үлкен проектім сол болды. Осы жақынға дейін, енді қазір мен проектімді ауыстырып жатырмын. Ал контекстный реклама ол мысалы рекламодатель өзінің рекламасын бергісі келеді. Мысалы айтайық, мен рекламодатель, мен домбыра сатқым келеді да. Мен домбыраны кімнің YouTube'да, кімнің каналында рекламаны көрсеткен дұрыс маған. Өзіңіз біліп тұрғандай, там домбыраға қатысты там видеолар болса, мысалы біреу бір қыз домбырамен айтып жатса, біреу ер адам домбырамен өлең айтып жатса, терме тартып жатса, соны тартып жатқан кезде арасына реклама көрсетсеңіз домбыраны, онда сіздің конверсияңыз жоғары болады, дұрыс па? Сіздің көріп жатқан адам видеоны, ол скорее всего сол жерге кіріп рекламаны алу ықтималдығы жоғарырақ та, чем какой-то бір, білмеймін, басқа бір киберспорттың несіне домбыраның рекламасын жасап қойсаңыз. Сол сияқты осындай контекстный немен матчинг жасап рекламаны дұрыс таңдау. Осы бағыттағы бір проектпен айналысқанмын. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Олар сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар, ұялмай. Ашық, не білгілеріңіз келеді? Мұғалімдерде қойсаңыздар болады. Мен сұрақ қойсам дедім. Ильяс. Сіз студент болған кезде сол сабақтан бөлек өзіңіз қосымшаларға барып сайт арқылы үйреніп жүрдіңіз бе? Яғни бастауды қалай бастадыңыз? Мен бөлек үйрендім ба деген, иә, бөлек өте көп ізденетін. Мен үшін университеттегі орта сияқты қарайтын платформа. Яғни сіздің единомышленниктерді жинап береді, яғни сіз студенттермен біргесіз, барлығының общий цели бар, бір мамандықты меңгеріп шығу. Кейін сізге направление береді, әрине оның бәрін сізге там программирование, мысалы if else, for, loop, там бәрін түсіндіріп айтып бергенмен сіз оны бәрі түсіну процесі жүреді. Сол түсіну процесін өзіңіз жеке ізденбесеңіз, ол тек лекция тыңдаумен ол ешқашан болмайды да, ол ешқашан түсінбейсіз да олай. Сол себептен жеке өз бетіңізше жеке оқу өте көп болды. Мен наоборот айта аламын, жеке оқуым университеттегі оқудан қарағанда көп болған шығар. Үйде білімді мен үйде өзім оқыған кезде көбірек алатын чем университеттегі оқыған нәрселерден. Бұл енді точно. Кейін тағы бір сұрақ қойған екінші. Неден бастадыңыз деді? Неден бастадым? Мен университеттегі бағдарламамен жүрдік. Бірінші C++-тан бастады, алгоритмизация деген Hello World. Сол бірінші кодын сол C++-те жазғам, Hello World. Бір семестр C++ оқыдық, одан кейін әрі әртүрлі тілдер болды. PHP болды, Java болды, C#, .NET болды. В какой-то момент там JavaScript істеп кеттім. Істемеген нәрсем жоқ. Рахмет жауабыңызға. Ильяс, тағы да сұрағыңыз бар ма? Жоқ.
Студенттер тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Онда сұрақтарыңыз болмаса, бүгінгі кездесуімізді аяқтасақ, және де кездесуімізді тағы да өлең жолдарымен аяқтауға рұқсат етіңіздер. Еңбек етсем, ертеңгі бақытыма сенем. Мақсатыма жеткізер уақытыма сенем. Достық іспен қастыда жеңеріме сенем. Ақыл сана біліммен өнеріме сенем. Арым таза ақ көңіл адалдыққа сенем. Абыройлы ақ ниет адамдыққа сенем. Өлең шумақтар өте керемет. Дегенде ел сеніміне кіретін құрметті мамандық иесі болам десеңіздер, бүгінгі кездесуде айтқан ақыл кеңестерін жаныңызда ұстап, ілім білім алуға барлық күш-жігерлеріңізді жұмсап, егеменді еліміздің ертеңгі болашақ маман иелері болуларыңызға тілектестігімді білдіремін. Аман мырза, сізге үлкен рахмет. Уақытыңызды бөліп, бізбен өзіңіздің тәжірибеңізбен бөліскеніңізге тағы да үлкен рахмет. Сізге шығармашылық табыс тілеймін. Үлкен дәрежелерді жетіңіз, отбасыңызға амандық тілеймін, дендеріңіз сау болсын. Тек сізді биік белестерден көріп, қуанып отырайық, мақтанып жүрейік, біздің отандасымыз осындай дәрежеде жетті деп. Сіз болашақ біздің артымызда ерген шәкірттерімізге үлкен бір мотивация боласыз. Мұндай жерде жұмыс істеуге болады екен ғой деген сияқты ой болады. Осының барлығы сол мақсатта кездесу ұйымдастырып отыр. Әр нәрсені еңбекпен жеңуге болады деген. Сізге рахмет. Біздің студенттерге айтатын сөзіңіз болса. Шақырғандарыңызға рахмет. Жалпы бұл енді кездесудің мақсатының бірі сол мотивация беру ғой негізі. Ойландыру, long term пландар құруына көмектесу. Сол себеп мотивация берген шығармын деп үміттенемін. Хотя бы араларында осы баны кіріп тыңдап отқан адамдардың арасынан хотя бір адам скулдас менімен бірге коллега болса, ол өте үлкен жетістік деп ойлаймын мен үшін. Сол себептен барлықтарыңызға табандылық тілеймін. Студенттерге білім, ешқашан қайтпаңыздар. Дұрыс емес қате жасаудан қорықпаңыздар. Тек қана алға, болашақта программист мамандары ретінде сіздерді көруге үміттенемін. Әсіресе қатарымызда Google-да келсеңіздер, тіптен қатты қуанар едік. Как раз қазақтар өте аз болды. Рахмет сізге. Гүлнар Анарбековна, айтатыныңыз бар ма? Сөзіңіз. Аман мырза, міне көптен көп рахмет. Міне студенттерімізге осындай мотивация беріп, студенттер енді міне көз қарастары мамандықтарына деген өзгерді деген ойдамын. Дұрыс айтып кеттіңіз. Мысалы, қазақтарымыз Google компаниясында көбіректен жұмыс жасап жатса, ол нұр үстіне нұр болады. Міне балалар, болашақта сіздер міне өстіп Аман мырзаның қасына бірге сотрудник болады деген үміттеміз. Бізде бірінші курстың студенттерінде араларында бар, жақсы балалар. Осы балалар міне осы Google компаниясында Аман мырзамен бірге қызмет істейді деген үміт тұтамыз енді. Жақсы бағыт бағдар бердіңіз. Өзіңіздің мысалы университетте оқығандағы, университеттегі біліммен ғана шектелмеу керек. Адам қосымша білім алудан жалықпау керек. Өте дұрыс айтып кеттіңіз. Программист мамандығы өзі ізденуді, оқуды талап ететін мамандық қой өзі, бір неде шектеліп қалмайтын мамандық. Рахмет сізге, уақытыңызды, алтын уақытыңызды бізге бөліп, өзіңіздің лайфхактарыңызбен бөліскеніңізге. Сізге сәттілік тілеймін. Әлде Google компаниясынан жоғары белестерден көріне беріңіз. Бізде сіздің жеткен жетістіктеріңізге қуанып, осы мырзамен біз кездесу ұйымдастырғанбыз, сұхбаттасқанбыз деп сізбен мақтан тұтып жүрейік. Аман болыңыз, денсаулығыңыз мықты болсын, біліміңіз шыңдай берсін. Рахмет сізге. Рахмет үлкен. Сау болыңыздар.
Sağ болыңыздар. Аха, сау болыңыздар.